Қазір нағыз аллергияның басталатын уақытысы, талдар бүршіктенеді, шаңдар көбейеді. Осы кезде как раз иммунитеті төмен адамдар өздеріндегі уязвимый, яғни рискованный органдары жауап беруі мүмкін. Менде аллергия жоқ, мен аллергиямен ауырмаймын деп жүру ол қате нәрсе. Аллергия дегеніміз адамның ағзасында иммундық жасушалардың беретін жауабы. Егер біздің ағзамызға үздіксіз қандай да бір антиденелер түсе беретін болса, оған біздің иммунитетіміз жауап беруден шаршаған кезде ол адамның ағзасында аллергиямен көрінуі мүмкін. Мысалы, аллергияның бірнеше түрлері бар. Ол аллергический ринитпен көрінуі мүмкін, яғни мұрын қышумен, түшкірумен, мұрыннан су ағумен. Одан кейін терідегі көріністер бар. Ол жаралармен, сыптармен, терінің қышынуымен көрінуі мүмкін. Аллергия бізде іш кебумен көрінуі мүмкін, запормен көрінуі мүмкін. Одан кейін ең тяжелый случайде ол анафилактический шок деп айтамыз. Яғни бұл жерде бүкіл жер ісініп, әсіресе ішкі шырышты қабаттар ісінген кезде адамда даже ол летальный исходқа дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан аллергия кез келген адамда кез келген уақытта пайда болуы мүмкін, қауіпті аурулардың қатарына кіргізуге болады. Өйткені қазіргі уақытта аллергия өте қатты көбейіп кетті. Оған себеп болатын бірнеше фактор бар. Әрине ол біздің асқазан ішек жүйеміздің қабынулары. Негізі біздің иммунитетіміздің 80% ол асқазан ішек жүйесінде. Егер біз дұрыс тамақтанбайтын болсақ, тәтті өнімдерді көп қолданатын болсақ, мусорныйдалар көп қолданатын болсақ, мучной, ұн өнімдерін және молочный өнімдерді көп қолданатын болсақ, бұл біздің ағзамызда көбірек энзимдерді, яғни көбірек ферменттердің түзілуіне алып келеді. Бірақ Аллах бізге өмірімізде бір қап энзим береді, бірақ оны біз үнемдеп қолданбайтын болсақ, ол уақытысынан бұрын біткен кезде көп тамақтар дұрыс қорытылмайды. Соның әсерінен ол брожение, гниениеге ұшырап, ол жерде паразиттердің, басқа да патогенді микроорганизмдердің, кластридиялардың, кандидалардың көбеюіне алып келуі мүмкін. Одан кейін аллергияның пайда болуына тағы бір себеп ол біздің ұйқымыздың дұрыс еместігі. Яғни біз күнде кеш жататын болсақ, түнгі сағат 10 мен 2-нің арасында ұйықтамайтын болсақ, онда бізде бауырымызда детоксын фазалары дұрыс жүрмейді, өтіміз толады. Сол кезде аллергия тоже өшуі мүмкін. Сондықтан ұйқыны дұрыстауда бұл жерде өте маңызды болып табылады. Одан кейін аллергияның пайда болуына тағы да факторлар бар. Ол біздің ауамыздың таза еместігі, суымыздың ластығы және иммунитетіміздің әлсіздігі. Сондықтан біз аллергияның алдын алуға әрекет етуіміз керек. Ол үшін бірінші дұрыс тамақтануымыз керек, режимімізді дұрыстауымыз керек және де спортпен айналысқанымыз дұрыс. Және қазіргі уақытта көп адамдар ұмытып кеткен процедура ол баня, сауна. Көп адамдар қазір парение деген нәрсеге көп мән бермейді. Ал біздің негізгі основной 4 детокс орган бар. Ол бауыр, ол асқазан ішек жүйесі, бүйрек және тері. Ең үлкен орган адамның ағзасында ол тері. Как раз біз парение болған кезде, яғни парлатып теріміз шығарған кезде біз ағзамыздан токсин шалықтардың барлығын шығаруға, массивно шығаруға үлкен көмек жасаймыз. Поэтому менде аллергия жоқ, мен аллергиямен ауырмаймын деп жүру ол қате нәрсе. Егер анализ тапсырып қарасаңыз болады, егер сізде иммуноглобулин Е жоғары болатын болса, 25-тен жоғары болатын болса, уже аллергияның белгілерін сізге білінбейтін болса да ол ағзада ақырындап жүріп бастауы мүмкін. Сондықтан иммуноглобулин Е 25-тен жоғары адамдарға обязательно жоғарыда айтылған кеңестерді жасауға кеңес беремін. Потому что егер аллергияны сіз уақытысында емдемейтін болсаңыз, ол аутоиммунды аурулардың ушығуын күшейтеді. Яғни ол әртүрлі проблемалар тудырады. Сондықтан даже аутоиммунды аурулардың ең асқынған түрі ол инвалидтік жағдайға дейін әкелуі мүмкін. Поэтому әр адам өзінің ағзасына өте мұқият қарау керек деп ойлаймын. Бізде өте керемет күшті жаңалық. Аллаға шүкір, қаншама жыл
армандаған нәтижеге жеттік. Халықаралық превентивті интегративті анти-эйдж дәрігерлердің ассоциациясы ашылды. Алла қаласа 17 май күні офлайн форум болады, және осы ассоциацияға дәрігерлерді шақырамыз, яғни дәрігерлер бұл ассоциацияға мүше бола алады, және біздің офлайн форумдарымызға келіп қатыса алады, және дәрігерлер өздерінің біліктіліктерін көтере алады. Егер сіз дәрігер болсаңыз, немесе осы медицина саласына, интегративті превентивті медицина қызығып жүрген болсаңыз, және осы сала сізге қызық болатын болса, міндетті түрде біз номерді қалдырамыз. Осы номерге хабарласып, біздің іс-шарамызға келіп қатысыңыз. Негізі аллергияның белгілері анықталса, әрине мен превентивті интегративті дәрігерлерде қаралуға кеңес беремін. Өйткені көп аллергологтар ол проблеманы түбінен шеше алмауы мүмкін. Қалыпты жағдайда сіз ауырсаңыз да, ауырмасаңыз да жылына 2 рет базовый чекап тапсыру керек. Соның ішінде жаңа иммуноглобулин, біздің общий анализ кровидің ішіндегі эозинофилдер және кальпротектин, К-программа, олардың барлығы жалпы аллергендердің бар жоқтығын анықтауға себеп жасайтын үлкен маркерлер. Яғни біз бірақ маркерге қарап ешқашан диагноз қоймаймыз. Бірнеше маркерлерді қараймыз, және оны сәйкестендіреміз, пациенттің жалобын тыңдаймыз, және оның өмір анамнезін, әлеуметтік жағдайын, күнделікті тамағын барлығын қарап, ол пациентте аллергия бар ма, жоқ па, соны анықтаймыз. Жалпы аллергия болмас үшін әр адамның қолынан келетін нәрсе бар, ол режим сақтау. Таңертең 5-6-да тұрып, кешкі 8-9-да ұйықтау. Одан бөлек дұрыс тамақтану, яғни құрамында аллергендер бар тамақтарды тұтынбау. Мысалы, глютен өнімдері, лактоза, одан кейін қант өнімдері, всякие пестициды, гербициды, әртүрлі глутаматтармен, елермен, ондай өнімдерді тұтынбауға әрекет ету керек. Мейлінше табиғи тамақтарды жеуге тырысуымыз керек, және тамақтанудың да режимін сақтаған дұрыс. Одан бөлек әрбір адамның жасай алатын нәрсесі ол күніне 10 000 шақ жүру. Яғни сағат 12-ге дейін денеміз терлейтіндей қимыл қозғалыс жасау. Одан кейін аптасына 1-2 рет жаңағы парға бару, тер шығару, сосын күнделікті 2 литрден кем емес су ішу. Тем более қазір нағыз аллергияның басталатын уақытысы. Қазір не үшін аллергия ушығады? Өйткені талдар бүршіктенеді, шаңдар көбейеді. Осы кезде как раз иммунитеті төмен адамдар өздеріндегі уязвимый, яғни рискованный органдары жауап беруі мүмкін. Сондықтан бұндай уақытта ағзаны тазалаған дұрыс болады, және одан бөлек щитовидқа қамқорлық жасау керек. Әрине ол авитаминоздың алдын алу, дефициттердің бәрін уақытысында толтыру, және стресстен аулақ болу. Біздің стресс көп деген проблемаларымызды ушықтыратын фактор болғандықтан адам на релаксе жүруге, яғни по мере возможности әрекет ету керек. Және ол әрине любой адамға оңайлықпен келмейді, бірақтан да әр адамның бір күнде сондай расслабиться ететін уақыттар болу керек. Балаларда қазір аллергия не үшін жиі? Потому что ата-ана жүктілікке біріншіден дайындықсыз келеді. Және прикорм бастаған кезде балалар әртүрлі тәтті нәрселер жейді. Қазір біз балалардың қолынан чупа-чупс, барни, әртүрлі тәтті пюрелер көреміз. Оның барлығы біздің балалардың ағзасына өте зиян. Қай уақытта оларда аллергический дерматит көрініп бастайды, егер олардың кишечниктерінде проницаемость жоғары болса, және өттерінде застой болса. Сондықтан егер балада аллергия болатын болса, міндетті түрде асқазан ішек жолдарының жұмысын реттеу керек, өттің сұйылтуға әрекет ету керек. Және балаларға да жоғарыда айтылып кеткен жаңағы кеңестерді жасау керек. Өйткені баланың да ұйқысы дұрыс болмайтын болса, автоматты түрде оның иммунитеті әсеретін болады. Жалпы үйде ата-ана қандай, бала соның айнасы болады. Яғни сіз балаңызға сол нәрсені бересіз. Балада аллергияның болуы тікелей ол сіздің жауапкершілігіңізде. Және үйде аллергия тудыратын өнімдерді алып тастау. Мысалы, ит болуы мүмкін, мысық болуы мүмкін, шерсть жүндер болатын болса, олардан контакт болмау керек, яғни оларды үйден алып тастау керек. Одан бөлек жаңағы топырақ, шаң сияқты нәрселер болмау керек. Және жаңа клем, немесе киізден жасалған шерстяной одеял деген сияқты нәрселерде жалпы ойыншықтардың барлығына дұрыс сортировка жасап, баланың
экологиялық таза өмір сүруіне әрекет етуіміз керек. Ең бастысы, баламда аллергия бар екен деп оның бетін жылы жауып қоюға болмайды. Міндетті түрде одан құтылатын әрекет еткеніміз дұрыс. Және балаңызды дер кезінде дұрыс мамандарға көрсетуді ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, менің кезекті туындым анализ талдау кітабым міне жарыққа шығып жатыр. Аллаға шүкір, бұған предзаказға ашық. Кез келген әйелдің, кез келген дәрігердің, кез келген пациенттің үйінде болу керек кітап. Алғашқылардың бірі болып заказ бергіңіз келсе, міндетті түрде сілтемеге өтіңіз, немесе описанияға өтіп жазсаңыз болады.